Hi, welcome back to English with Жадра. Бүгін сіздермен quantifiers, мөлшерді білдіретін сөздермен танысамыз. Олар бізде өте көп. Too many және too much. Біріншісі, too plus adjective, яғни өте деген сөзді білдіреді. Өте қасына сын есімді қоясыз. Мысалы, I can't walk to work because it's too far. Мен жұмысқа жаяу бара алмаймын, өйткені ол өте алыс. Far, алыс, сын есім, қасына to'ді жалғайсыз. Өте алыс, too far. Екіншісі, too many, өте көп. Too many plus countable noun. Яғни өте көп қасына саналатын зат есімді қоямыз. Мысалы, there were too many people at the party, so it was impossible to dance. Яғни кеште адам өте көп болғандықтан билеу мүмкін болмады. People саналатын зат есім. Үшіншісі, too much, өте көп. Too much plus uncountable noun. Өте көп және саналмайтын зат есім. Мысалы, my children spend too much time on the computer. Менің балаларым компьютерде өте көп уақыттарын өткізеді. Time саналмайтын зат есім. Төртіншісі, too much'ты етістіктен кейін қолдану. Мысалы, you work too much. Сіз өте көп жұмыс жасайсыз. Work, етістік, work'тен кейін too much'ты қолдануға болады. Ал енді достар, бүгінгі осы too many, too much сөздерін сөйлемде қалай қолдану керектігін түсінген боларсыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. See you!